Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Мұсылманша түс жору. Түсіне бақилық болып кеткен туыс адам кірсе, ол нені білдіреді? Мұсылманша түс жору тақырыбы төңірегінде жазылған кітаптарда өлген адамның түске кіруін ескілікті ғұламаларымыз әртүрлі жорыған. Солардың бір шамасын бере кетелік. Алғашқысы түсінде қайтыс болған адамның тірі екендігін көрсе, бұл оның ісінің жақсара бастайтындығының және күтпеген жерден қиындықтан кейін жеңілдік болатындығының белгісі. Түсінде қайтыс болған адаммен бірге ас ішкенін көрсе, өмірі ұзақ болады. Түсінде өлген адаммен сөйлескен болса, ұзақ өмір сүретіндігінің белгісі және бұл әлдекімдермен талас-тарсысқа түсіп, одан жеңіп шығатындығына да ишара болуы мүмкін. Түсіне бұрын жақсы таныған кісісі кіріп, өзінің өлмегендігін айтқан болса, бұл оның өлген кісінің ақыреттегі жағдайының жақсы екендігін білдіреді. Түсінде өлген кісінің үстіне жасыл киім киіп алғандығын көрсе, бұл оның шейіттік өліммен өлгендігін көрсетеді. Сондай-ақ, о дүниедегі жағдайының да жақсы екендігін білдірмек. Түсінде қайтыс болған адамның күлгенін көрсе, бұл оның Алланың кешіріміне қол жеткізгендігінің белгісі. Түсінде өлген кісінің жүзі жарқын, қуанышты екенін көрсе, оған бағышталған жақсылық жетіп, соған риза екендігінің белгісі. Егер бір өлген кісі одан жүзін бұрып, оған ұрысып жатқандығын көрсе, онда бұл үлкен күнә жасағандығына ишара, тәубе етуі тиіс. Түсінде қайтыс болып кеткен атасының немесе әжесінің тірі екендіктерін көрсе, бұл өмірінің бақытты да баянды өтетіндігіне ишара. Түсінде қайтыс болып кеткен ағасының тірі екендігін көрсе, әлсіздіктен кейін қуаттанатындығының белгісі. Түсінде қайтыс болған баласын көрген болса, әлде бір дұшпаннан құтылатындығына ишара. Түсінде қайтыс болған адамның оған сәлем бергенін көрсе, Алланың құзырында марқұмның жағдайының жақсы екендігін көрсетеді. Түсінде қайтыс болып кеткен кісінің байып кеткендігін көрсе, марқұмның ақыреттегі жағдайы жақсы екендігінің белгісі. Түсінде қайтыс болған адамның оған тағам бергенін көрсе, адал ризыққа қол жеткізгендігіне ишара. Түсінде қайтыс болған адамның оған ескі киімін немесе кір киімін бергенін көрсе, тұрмысы тарығатындығына ишара. Анасының қайтыс болғандығын көрсе, тұрмысы тарығып, жағдайы нашарлайтындығына ишара. Бір ғалымның қайтыс болғандығын көрсе, бұл сол аймақта дін мен ғылымның әлсірейтіндігін білдіреді. Түсінде қайтыс болған бір адамның оны жақсы көріп, құшақтап жатқандығын көрсе, ұзақ өмір сүретіндігіне ишара. Түсінде қайтыс болып кеткен танитын адаммен үйленгенін көрсе, қалағанына қол жеткізетіндігіне, бірақ кейіннен ол нәрсеге өкінетіндігіне ишара. Түсінде қайтыс болып кеткен кісінің әлдебір жақсы істі істеп жатқандығын көрсе, бұл оны сол істі істеуге талпындырғаны. Түсінде қайтыс болып кеткен кісінің бір жаман істі істеп жатқанын көрсе, бұл оны сол істі істеуден қайтарғаны. Түсінде қайтыс болған адамды мойнына салып көтергенін көрсе, мол табыс пен байлыққа қол жеткізетіндігіне ишара. Түсінде қайтыс болған адаммен жолдас болса, үлкен табысқа қол жеткізер ұзақ сапарға шығатындығына ишара. Түсінде қайтыс болып, кейін қайта тірілгенін көрсе, бұл күнә жасап, бірақ артынан тәубеге келетіндігін білдіреді. Түсінде қайтыс болып, жерде тыржалаңаш жатқанын көрсе, кедейлігіне ишара. Кілемнің үстінде жатқандығын көрсе, дүниенің кеңшілігін білдіреді. Төсекте жатқанын көрсе, дәрежесі көтерілгендігіне ишара. Түсінде бір өлген адамның денесін тапқан болса, өңінде мал табады дегенді білдіреді. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.